Ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ida. Happy birthday to you. Aida. Aida. Менің ала жейдемді көрдің ба? Сыртта өле тұрған. Кеше жуып қойдым. Жаным. Жаным, маған ештеңе айтқың келіп тұрған жоқ па? Жаным ау сол, алтыным сол, күнім сол. Айым менің, сән әлемінің жұлдызы. Рахмет саған. Жейдемді жуып бергенің үшін. Табаға тиіспе, табымен піссін. Олай салмасаң шенді. Кесек-кесек қылып. Жаңқалап сал. Әйтпесе түтіндеп мазамызды алады. Алан, Я? бер келші. Я? Не болды анашым? Балам, сен де ештеңе айтқың келмей ме маған? Не айтуым керекпін? Бүгін қандай күн екені есіңнен шығып кетті ме? Сен есіңнен шығармауың керек еді ғой, Алан. Есіме түсті. Құттықтаймын анашым. Рахмет, балам. Бәсе? Бүгін сіздің санат той құжат алатын күніңіз. Бар, қолыңды жу. Шай ішеміз. О, табанан. Я, Аланжан табананның дәмін татсын деп, ескі табамды да шығардым. Міне, ал апа. Әкел, Аланжан. О, немереңіздің арқасында бізде балалық шақтың дәмін еске сүретін болдық қой. Жәмшісіне бұл қалай аталады? Ой, балам. Бұл нанның үстіне бүйтіп май жақсаң, таза қазақша бутерброд болады бұл. Аланжан ауылда болатын болса, неше түрлі тағам пісіріп беретін едім. Қарын бүрме, қазан жаппай деген. Керемет, әже жасайықшы.
Олардың қандай болатынын білмеймін, бірақ аттары қызық екен. Арман же. Аспа екен, аспа. О, Бажеке, қалайсың? Ей, ашулысың ғой. Тағы да анау таксистермен клиентке таласып қалдың ба? Таксистердің әміршіміз қарасаңшы кітапқа. О, миялы мезеттері. Осы кітап үшін біраз дүрлігіп едік, ақыры шыққан екен ғой, Осы кітап оқымайсыңдар десе көңілдеріңе келеді. Сен кітап суретіне қарама, ар жағын ашып қарасаңшы. Қарап жатырмын ғой, не болды? Әкеш бер. Қайбет ет жаңа. Мана, қарияларды көріп тұрсың ба? Иә? Ортада отырған Әбдіғанидың әкесі. Не деп жазғанын қара? Сол әкесі осы ауылды бір еңбегі сіңген үлкен бір зиялы қауым көш бастаған ақсақал қылып жазыпты. Енді дұрыс қой енді. Әбдіғани өзі қалтасынан ақша шығарып демеуші болған соң әкесін ортасына отырғызады. Онда тұрған не бар? Ол болмаса бұл кітап шықпайтын деді ғой. Дұрыс, кітап шыға берсін. Мәселе, Әбдіғанидың әкесін сен көрмесең де көзін біз көрдік. Қанша жыл қарауыл болып жүрді ауылда. Мынаның ішінде біздің атамыз жоқ, білесің ба? Оразбек атамыз жоқ, қайнатамыз. Мәссаған, солай ма? Бүкіл ауылдың ақсақалдары бар да, біздің атамыз жоқ. Ал ана енеміз естіпті. Ауылда арналған кітап шықты, миялы мезеттер деген. Соны әкеп бер оқиын дейді. Мынаны мен ақтарып қарап шықтым. Мүмкін емес деп 2 мәрте ақтарып шықтым. Жоқ атамыз. Енді енемізге қалай апарамын? Шалы жоқ кітапты. Мен білмедім енді. Енді екінші бөлімі шығатын шығар. Қызықсыңдар, жалғасын жазғанда бүкіл зиялы қауым деп ақсақалдардың бәріне жазылып отыр. Бұның өзі Әбдіғанидың бір 300 данасын ғана шығарған. Оқиды деген адамдарға тарату үшін. Қазір сен мына формаңды кей. Екеуміз Әбдіғаниға барайық. Айтайық, мына кітап шығарған дұрыс. Бірақ біздің атамыз жоқ. Жоқ, ол түсінікті ғой, енді барғанда барамын ғой. Бірақ Әбдіғани екеуміз тыңдай қойса жақсы. Оның үстіне бар ғой, мұның тексеріс келіп жатыр. Құжаттарды ауданға тезірек жіберу керек. Кешіксең болды, біздің жұмыста қағып тастайды. Мен бара алмаймын енді, ренжіме. Түсініп отырмын. Онда мен Қыстаубайға барамын, Қыстаубайды ертіп барамын. Осы кісі жоқ жерден айғай шығарады да жүреді. Қазіргі адамдар қызық. Пайдасы бар дүние болмаса орындарынан қозғалғысы келмейді. Оба! Арман, қош. Не болды таңертеңнен бері көңіл күйің жоқ? Неге көңілді болуың керек? Бүгін жай күн ғой. Жылдың 365 күнінің жай әшейін бір күні. Мейрам болса екен, ерекше күн болса екен, қуанып жүрем. Енді ерекше болмаса да адам әр күніне қуана білу керек қой. Атқан таңға, шыққан күнге, соққан желге бәріне қуана білсең, бақытты боласың. Рахмет, керемет сыйлық екен. Бірақ бүгін ерекше күн ғой. Бүгін сенің төл құжатың дайын болатын күн. Мұқаш жездем екеуің қалаға барып алып келесіңдер, Бүгін мазам болмай тұр, кейін бар болам. Жоқ, енді бүгін баруың керек, өйткені төл құжат бүгін дайын болды ғой. Оның үстіне саған барып қол қойып алу керек оны. Басқа күні бар балам, шаршап тұрмын. Жоқ, бүгін баршы, бүгін баратын күн. Не болды, сонша күйіп пісіп. Бір күннің арысыне, берісіне басқа күні алам дедім ғой.
Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум Мұқаш аға. Жандос қалайсың? Жақсы. Келін кепті ғой қайтадан. Келді ғой. Дұрыс болған екен. Мен келген шаруамды айтайын. Анау Әбдіғани деген өзің сияқты байшон жыр бар ғой, білесің. Міне, кітап жазып шығарыпты өз ақшасына. Енді Әбдіғаниға бір кітап деген не бопты? Сен оның ана соңғы салған үйін көрдің бе? Көрдім. Мына кітапта бүкіл ауыл тұрғындары, ақсақалдар бәрін дізіп келіп, біздің атамыз жоқ ішінде. Не дейді? Онысы несі? Кім біледі енді? Соны қазір екеуміз барып айтайық. Әбдіғани бір топ адам болып барсаң да тыңдап өр ме екен бізді? Қалай болар екен, а? Оның үстіне ана балаларды қойды айдап келе жатыр еді. Жігіттермен қырқып тастаймыз дегенбіз ғой. Бір кітапқа бола уақытым кетіп қайтым дейсің ғой. Қырықтарыңды қайра дайындала бер онда. Кезінде анау кір сабын сатып жүрген Әбдіғани кітап шығарады деп кім ойлаған дейсің? Жаныма вайда, ваш есіктенді. Қаласың ана ыдыс аяқтарды өзім жуып берейін. Кеш батпай тұрғанда барып келші құжаттарыңа. Жаным ау, қазір Мұқаш жезде келеді. Дайын отырмасаң ұят болады, аш енді. Ұрын келген жігіт құсап мінгір етіп тұрсың, а? Қаттырақ сөйлемеймісің? Әлде әйеліңнен қорқамысың? Жоқ, апа. Немене қылып отырсың? Мына отырыс не? Саған құжаттарыңды барып алып кел деп айтқалы 1 сағат болды ғой. Жалынып тұр. Есікті жауып алып, ішінен отыру деген сұмдық қой. Бар жүгір, кейін. Қазір көлік келді. Құжаттарыңды барып алып кел. Ал, қалаға баратын адамымыз дайын ба? Дайынбыз. Сіздерге не болған? Айда онда ертерек барып келейік. Жаным ау, өзім апаратын едім, әттең Қызыл Жигулидің құжаттары дұрыс емес. Алаңдама, қазір жуылдатып өзіміз барып келеміз. Асықпаңыздар, кешке қарата келсеңіздер. Әлі кітапты әкелдің бе? Бағана алайын деп жатырмын деп едің ғой. Ол кітабыңыз сайлаудың жұмысына қалып қалды ғой. Ертең ала саламын ғой. Ертең емес. Жолай ала кел. Бүгін бітетін жұмысты ертеңгіге sıra беру не әдет осы? Жарайды, қайтарды ала келем оны. Әпкелеріңе хабарлас. Күтіп отырған шығар. Қазір. Жұрт не десе о десін, өзіме осы тойдың әндері ұнайды. Жолға шыққанда үнемі қосып аламын. Манау жолда қысқарады, құм ба, шөл дала ма, бәрі әдемі көрініске айналады. Өзіңе тойдың әндері ұнай ма, Аида? Иә. Өткенде теледидардан бір сазгер сөйлеп жатыр. Ой, мен тойға арнап өлең жазбаймын дейді.
жазған да емеспін дейді. Ол жеңіләндір дейді де. Тойған жазамасен неменесіне сазгер болып жүр? Ол тойдың әні деген атауында ғана ғой. Кінәсі сол. Әбсе сөздің жеңілі болмайды. Бұл кімнің үйі? Қазір кіремін де шығамын. Жақсы асықпаңыз, күтем ғой. Иә, тыңдап тұрмын. Абдығаниға. Мен әбекеңе келіп едім. Бір жұмыстармен. Қандай шаруа? Бірден айтып қояйын, менің жеке басымның шаруасы емес. Біздің ауылға қатысты бір мәселе болды. Geldik. Gününüzben, tuğan gününüzben, tuğan gününüzben, tuğan gününüzben. Ayda tuğan gününden. Bizde unutup gitti de oyladınız mı? Иә. Жоқ. Қалай? Біздің тосын сый ұнады ма саған? Керемет, барлығы керемет, рахмет барлықтарыңызға. Жай құттықтай салмай-ақ, тосын жасақ деген әсем идеясы болатын. Заманауи үрдісті біз де білеміз. Апа, супер, апа. Келінің супер деп баға беріп жатыр, апа. Жоқ, апа, рахмет сіздерге, рахмет үлкен. Құлыным солы. Саған тосын сый жасау үшін ұрысуға тура келді. Ұрысуын ұрыссам дағы сен ренжіп қалды деп жүрегің қатты ауырды. Апа, енесінің келініне ұрысқаны айналайын дегені ғой. Ай, қайта үлгердік, а? Иә, үлгердік. Тек Америка ғана тосын сый жасай алады деп ойлама. Біз де жасай аламыз. Ал, дастарханға отырайық. Біз қол жуып алайық. Иә. Бер жуып алайық. Мына жақ мына. Жеңге, сіз нешеге келдіңіз? 18-де. 18-де келдің? 18-ге қысамайсыз. Қой. Менің ойымша 15-ге қысамайсыз. Байқадыңыз ба? Нені? Жаңа келін жан иіліп тұрып сәлем салды ғой. Оған мән бермеппін. Шетелдің дағдысына сіңіп кеткен, бізді мойындамайды деп едіңіз? Әнеки, Аида жан иіліп тұрып сәлем салды ғой. Қазіргі заманның келіндеріне сәлем салдыру үшін еңбегің сіңу керек. Ұлту келген жоға? Өткенде үйіне қонақ келген кезде Аида көмектеспеді деп қисайып қалып еді ғой. Ұлтудың ашуы шай орамал емес. Леп соқса кебе салатын. Ондай бар енді. Бажеке, біздің бағанағымызға ренжіп қалған жоқсың ба? Иә, мен де кішкене ыңғайсызданып ренжіме енді. Ой, жоқ, түсінем ғой. Сендер жұмыстасыңдар. Айтпа, сол кітап жайында жақсы жаңалығым бар. Ана Әбдіғали бар ғой? Өзіне тікелей жолықтым ғой мен. Қойш, не дейді? Кітапты түзетіп қайта басамын дей ме? Иә, басады саған Әбдіғали. Қайттан басуға шығыны қанша болады екен? Ай, бар қойшы, міне. Біз осы біреулердің сыртынан том пішеміз. Дұрыс емес екен.
ана біреу байып кетсе байып кетті, анау көтеріліп кетті, анау түсіп кетті деп. Мынау бар ғой, бақта қонатын адамға қонады екен ғой. Мына Әбдіғаниң текті жігіт болып шықты. Не дейді? О, мен енді ойладым ғой, кемшілігін айтқаннан кейін ренжиді деп. Сода? Тектілігін көрдім ба? Бүйтеді, әуелі міне, бүйтті ғой. Мұқаш бауырым деді ғой міне. Қой. Мұқаш бауырым, кешіріңізші. Кешірім сұрап тұр міне, өстіп. Әбдіғанидің өзі. Кешіріңізші. Ана жас балаларға табыстап едім, ұят болған екен. Атаңыз жайлы жеке 500 дана кітап шығарып берем деді. 500 дана? 500? Мәссаған. Тектілігін көрдім ғой. Енді осыны апамызға айтып, құттықтап қояйық. Қуанып қалсын. Азаматсың. Ай, жігіт екен, жігіт. Енді мойындадым сені. Қолыңды алпайыншы. Жоқ, мен ол бөліп жарып не қыламыз? Мен ұсақ түйектің адам емеспін ғой. Күйеу балаларын бірдей жақсы көрсін енеміз. Барамыз да айтамыз, үшеуміз бар, осы жұмыста тындырып келдік дейміз. Бітті. Жоқ, енді өзің айта берсейші енді. Айта берсін, онда тұрған не бар? Айтып отырмын ғой. Жігіттің төресісің. Бажеке? Жігіт. Біздің бажа деген ол жігіттің төресі. Жайға барайық жөндер. Қолың жұмайсың. Мен жумадым ба? Жу, кел. Келіңіз, апа. Не көріп отырсың? Телехикая. Мезгілсіз махаббат деген. Оның мезгілдісі де, мезгілсіз де бола ма не? Солай болып тұр. Неше түрлі атты қоя береді екен. Ана жақта жұрттың бәрі арқа-жарқа болып жатыр. Сен не қып келмедің? Ауырып мазам болмай отыр. Ауырып мазаң болмай отыр ма, жоқ әлде ашуың әлі тарқамады ма? Қойыңызшы, апа. Қойыңызшы, апа емес. Ағайынның арасында ұсақ түйек түсінбеушілік бола береді. Оның бәрі жіпке тізе беретін болсаң, араларың жат болып кетеді. Мен немене ғана о мұхиттың ар жағынан балаларды алдырып отыр дейсің. Бір-бірімен аралассын, құралассын, жақын болсын дедім. Ағайынның жақындығы алыс берісте емес. Жақсылықта, қуанышта, қайғыда бір-бірінің жанынан табылып жатса қандай ғанибет. Ал сен болсаң мына іргеде отырып араласпай отырсың. Жарайды. Менің айтайын дегенім осы. Қалғанын өзің біл. Апа. Рахмет жаным. Апа, Ана ертең кітап жазатын адамның өзі келеді алдыңызға. Оразекем жайлы мәліметтің барлығын дұрыстап айтасыз ғой енді. Иә, өзі бір көргенді жігіт екен. Ниетіне мыңда бір рахмет. Апа, біз адамды көрмей жатып сыртынан томп шеді екенбіз. Анау андай болып кетті, мынау мындай болып кетті, байып кетті деп. Дұрыс емес екен ол. Дұрыс емес екен. Әбдіғани бар ғой, бізге тектілігін көрсетті. Нағыз текті жігіт екен. Үшеуміз кіріп келіп едік, тізерлеп отыра кетті. Кешірім сұрап, бауырлар, кешіріңдер, білместік кетті деп. Өзіміздің қайсам қалдық. Сосын айтты, Оразекем жайлы 2 парақ өз алдына, кітап біткеннен кейін бөлек 700 дана кітап шығарам деді. Солай ма, Мұқа? 700 бет? Ой, мен негізгі мәселені айтуды ұмытып кеттім ғой. Кітап қой, шығып тұр ғой, шықты дей беріңіздерші. Мәселе өте жауапты.
кітаптың атын өзіміз қоюымыз керек екен. Жазған адам қоймай ма? Иә. Жазушыларға ат қою түкті емес. 5-ақ секундта қоя салады. Тау тұлға, асқар шың, биік белес, ерінде өткен ер деп. Тек мына сіздердің өздеріңізге ұнайтын бір жақсы атау бар шығар деп сұрап жатқандары ғой. Енді өздерің білесіңдер да енді. Кітапты оқимыз ғой. Бірақ енді ат қою жағы қиын да болатын сияқты. Ой, атамыз өзі көкпарды да жақсы көрді ғой. Иә, ондай да өнері болған. Енді міне, сол атамыздың анау көкпаршы екенін сездіріп, сосын анау жаңа қызметтері бар, съезге барғаны бар, мақтау қағаз бәрі бар, соның бәрін жинастырып келіп, менің ойым айтады енді, мен өз ойым айтады. Кітаптың аты да өте бір адамды шақырып тұратын ат болу керек та. Дұрыс па, апа? Қандай? Сондықтан мен ойлап отырмын, кітаптың атын Ойқас саған Оразбек деп қойсақ кетеді. Қайдан? Ойқас саған Оразбек. Дұрыс. Жақсы ат екен, Жақсы. Иә, Жезеке, дұрыс. Жақсы. Мұқаш пәле. Ой, Бәрін біледі. Айда, туған күніңмен. Рахмет Ұлту әпке. Мынау саған турецкий. Рахмет. Төрлетіңіз. Базеке ұлты құлпырып кетті, ва. Бер отыр. Өзім қасыма отыршы. Жанын салып. Айдаға ұнайтын сары түсті киіп келдім. Жаным. Керемет. Жарасып тұр ма, апа? Иә. Мұқаш? мен енді бұрын айтатынмын, осы сарын неге кимейсің деп. Сыйлығы да керемет. Бәрімізден осып кетті. Біздікінде Қытай емес, турецкий де. Ой, сендер ұлтымен ойнап жүретінсіңдер.